Саламатсыздар ма, достар? Қалай жағдайларыңыз? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен оралдым. Өзіме мини отпуск жарияладым. Бұрынғы видеода көргендеріңіздей Астанаға барып қайттық отбасымызбен. Керемет деген демалыс болды. Бірінші рет өмірімде Астананы көріп, Астана ұнады. Ауа райы ерекше, салқынды жақсы көретін адамдарға жағады деп ойлаймын. Астанадан кейін үйге келіп кішкене демалдық. Сонымен тірліктеріме кірістім. Ең бірінші асханамды жинастырамын ретке келтіріп. Күшім бар кезде өмірі басында залдан бастайтын түгімін. Залды таза қылып жинап болғаннан кейін асхана ең соңында қалатын, асханаға күшім жетпей қалатын. Осы бүгін асханадан бастадым. Менімен бірге болыңыздар. Бірге жинастырайық үйді. Жинастырып, тап-таза үйде жатып, демалған рахат негізі. Столдың үстін тазартып болған соң, дастарханымды жиектерін скотчпен қатайтып қойдым. Жылжып кете бергендіктен. Жиегі қысқа, себебі тамақ нелер бала кішкентай бала болған соң ағып кете берді. Одан кейін терезенің алдына көштім. Бізде байқап тұрғандарыңыздай күн бұлттанып тұр, мүмкін жаңбыр жауатын шығар. Соңғы кезде ауа райы өзгеріп жүр. Бірнеше айдың көлемінде Байқоңырдан ракета ұшпайтын болған соң ба деп те ойлаймын. Жаңбыр жауатын болған. Күрішімді салып қойдым. Осындай банкіге күрішпен қантымды осындай банкілерге салам. Енді келесі кезекте ойлап жүрмін, ойымда бар. Бүкіл макарон, сондай төгіліп кететін заттардың барлығын осындай ыдыстарға салып қоямын ба деп. Терезенің алдын болғаннан кейін ыдыс жууға көшемін. Ыдысты жуып болған соң, ыдыс жуатын сұйықтығымды фейриді құйып қойғым келді. Кейде сырты ақ болып тұрады, не болып тұрады. Осындай ыдыс бар түгін менде. Сұйық сабын тұратын, соған құйып қойдым. Жинақы болып қалған сияқты.
Келесі залға көштім. Шошып кетпеңіздер залымнан. Не залға ұйықтаған түгін біз барлығымыз, негізі бөлмелеріміз бар ғой, бірақ кейде екі ұлым бірге болған кезде олар өз бөлмесіне жатады. Ал бір ұлым атасы мен әжесінде болған кезде жаңғыз өз қорқады жатуға. Сол себептен залға төсек салып жаппай жатамыз. Көрпеліге су төккен, қызым жаңа бір баклажка берген ойнауға, сонымен қолында суын бәрін төгіпті, сонымен жайып қойдым, кішкене кепсін деп. Келесі кезек ойыншықтарды жинап өз орнына салып қоям. Балаларға жина десем, шашып жатыр ғой қайта. Мына екінші ұлым.
су отынан бері жайып қойған. Күштісіне. А вот и радуга. Күшті қалды, я? Аналарда жоқ. Иә, күшті.